әрі адамзаттың өзге жаратылыстардан үстемдігі мен жердегі алланың өкілі болуының хикметін ұғындыру үшін адамға барлық нәрсенің атауын мән мағынасымен қоса үйретті. Артынша оларды періштелерге көрсетіп, қане, айтқандарың рас болса, маған мыналардың атауларын айтып, мағынасын түсіндіріп беріңдерші деді. Сонда періштелер өздерінің шарасыздығын мойындап, сен мінсің, ұлысың, біз өзің үйреткеннен басқаны білмейміз. Шүбәсіз, алим, сен барлық нәрсені толық білетін шексіз ілім иесісің, хаким әрісімен, әрбір үкімде талай хикмет болған асқан иесің деді. Сонда алла адам баласын ардақты, абзал етіп жаратқанын паш ету үшін, уы адам, оларға мыналардың мән мағынасын түсіндіріп, атауын айтып бер деп бұйырды. Сонда адам періштелерге бар нәрсенің атауын айтып бергенде, алла періштелерге: мен сендерге 7 қабат аспан мен жердегі ғайыптың бәрін білемін. Нақ сендердің нені жария етіп, нені іштеріңе бүгіп жасырып жүргендеріңді де жақсы білемін деп айтпап па едім деді. Сөйтіп періштелерге адамның ілімін, артық жаратылысын және алланың жер бетіндегі өкілі болуға әбден лайық екенін мойындап, адамға сәжде етіңдер деп бұйырдық. Олар сол мезетте тегіс сәжде етті. Алайда ібіліс тәкаппарлық танытып, сәжде етуден бас тартты, сөйтіп кәпір болды. Содан соң біз, о адам, жұбайың екеуің жаннатты мекендеңдер, әрі одан нығметтерінен қалағанша жеңдер, тек мына ағашқа жоламаңдар, әйтпесе өз өзіне қиянат жасайтын залымдардың қатарына қосыласыңдар дедік.